Сәлем достар, микрофонда Есенбек Құрбан. Шымкент қаласы білім басқармасына қарасты номер 80 IT мектеп лицейінде Шымкент қалалық робототехника жарысы көрме есебінде ұйымдастырылып жатыр. Бүгін дайындық. Сол жарыс біздің мектепте өтеді. Қазір біз сіздерге дайындық барысын көрсетеміз. Ертең оқушылар келетін болса, оқушылардың барлық жұмыстарымен таныстыруға мүмкіндік болады деп ойлаймыз. Бізге тіркелген жарыс бойынша тізімде 40 жоба бар. Сол спорт залда қазір біз парталар қойып дайындалып жатырмыз. Процесс былай болып жатыр. 40 жобаға арналған парталарды қойдық қазір. Балдар проекттерін қорғап болғаннан кейін жюрилар бағасын шығарғанша біз мұнда 6 легодан футбол ұйымдастырамыз. Оқушылар осында пока футбол ойнай тұрады. Және баннер жасатып жатырмыз. Бұл баннер Ақселеу Сейдімбет атындағы номер 80 IT мектеп лицей Хагзе бренд және смарт сарбаз өнер тапқыштар байқауына қош келдіңіздер. Осы баннерді осы көрсетілген бір орынға қазір қоямыз. Одан партаны ұйымдастырамыз. Баннерге арналған бізде рейка. Қазір осыны қатырамыз. Робот футбол болатын досканы дайындадық. Баннерді ілдік. Әр мектепке өзіне сай табло дайындап қойдық. Сосын бір мектептен бірнеше проекттер бар. Сол проекттер әр қайсысы әр жаққа шаштық рандомны. Осымен 40 проект дайын. Бірнеше парталар запаста, ертең тіркеліп қалатын жағдайда. Енді ертең балдарды күтеміз. Сосын барлығының проекттерін жеке-жеке видеоға түсіріп шығатын боламыз. Регистрация через QR. Оқу процесін автоматтандыру және цифрландыру бөлімінің жылдық жоспарына сәйкес біз 80-ші IT мектебінде робот және смарт сарбаздар тақырыбындағы өнертапқыштық байқауы өтіп жатыр. Бұл байқау екі түрлі бағытта өтетін болады. Біріншісі робот жобалары, екіншісі смарт сарбаз бағытында екенін естеріңізге сала кетейік. Ал ендеше құрметті қатысушылар және хаттар мырзалар, барлығымыз орнымыздан тұрып, Қазақстан Республикасының гимні.
Play чипі бар, сонымен Bluetooth арқылы қосылады. Жарайды, рахмет. уақытта наурыз сіздермен бірге төлейміз деген ойда сұрақтарыңыз қоя берсеңіз. Қандай платформада істедіңіз? Лего X-Byte. Сіздің бұл антисептик деп аталады. Ары толық қосыласың. Соны құралып наурызға деген ол ары қарай алып қойдыңыз. Амантай папа. Бұл жерде саған қоятын сұрақ. Бағанағы немен жарып құлап өткен дедің ғой. Иә. Сол датчик құлап көрсетші. Мына жерде дыбыс датчигі орналасқан. Температура датчигі қайсысы? Температура датчигі мына жерде орналасқан. Үйдің температурасын көрсетіп тұрады. Әдістің бірі болып осы кнопкаларды естедік. Бұларды стикердің орнына ұстадық. Мысалға оқушы жасыл түсті басқанда бақыттың жолын білім ашар. Юбінеке Ахмет. осындай жасыл Бізде конкурс қызу жүріп жатыр. Әр бала өздерінің жобаларын әкеп жатыр. Легодан, основной Vex'тан, сосын Arduino'дан проекттер бар. Каждыйының фотоларын салып отырамыз.
номинация бойынша Mana Ораз мырза нөмір Шымкент қалалық білім басқармасына қарасты білім беру мекемелерінің 5-11 сынып арасында өткізілген қалалық робот жоба және смарт сарбаз байқауында жоғары деңгейде жұмыстарын көрсеткені үшін заманауи жоба номинациясымен нөмір 69 жалпы орта білім беру мектебінің оқушысы Амангелді Ибрагим марапатталады. Абай Құнанбаев мектебі оқушысы Келес Асылбек. Осы мәтінде жаңашыл идея номинациясымен нөмір 15 мектеп лицей оқушысы Болат Абду Ислам. Келіңіз. Нөмір 89 IT мектеп лицейінің оқушысы Абдуғанов Бауыржан. Келіңіз. Марапатыңыз құтты болсын. 3-ші дәрежелі дипломмен нөмір 17 жалпы орта білім беретін мектебінің оқушысы Есімхан Дайыр, жетекші Маққамов Атхам. Келіңіз. Жеңісіңіз құтты болсын, Атхам. Ой, молодец. 3-ші дәрежелі дипломмен нөмір 80-ші мектеп IT мектеп лицейінің оқушысы Алтай Қуаныш Амантай Бейбарыс, жетекші Пірімбеков Нұрдилла. Қаны шығамыз 80-ші мектеп. Мақтауымыз болашақ. Келіңіз. Ағай, еңбек сіздікі. Келіңіз. Құтты болсын. Лайықты жансыз. 2-ші дәрежелі дипломмен нөмір 90-ші дарынды балаларға арналған мектеп гимназиясы оқушысы Исабек Нұрислам, жетекші Рахматулла Саққан. Құтты болсын. Екінші дәрежелі диплом нөмір 80-ші IT мектеп лицейінің оқушысы Жақсылық Мержан, жетекшісі Есенбек Құрбанәлі. Келеміз. Осы мәтінмен 2-ші дәрежелі дипломмен нөмір 80-ші мектеп IT мектеп лицейінің оқушысы Есбол Нұрасыл, жетекшісі Сауғанбаев Асылбек. Құтты болсын. Бұл шапалақ әріптестер. Бір-бірімізге қолдау көрсетейік. 1-ші дәрежелі дипломмен смарт сарбаз болашақ. Нөмір 24-ші IT мектеп лицейінің оқушысы Жазузақ Әділет, жетекшісі Сарыбек Ержан. Жетістеріміз құтты болсын. 1-ші дәрежелі дипломмен заманауи жоба номинациясымен нөмір 89-ші IT мектеп лицейінің оқушысы Берік Назерке. Келіңіз. Бірінші орында қанжығаңызға байланыңыз құтты болсын. Ендігі кезекте бас жүлде жаңашыл идея номинациясымен нөмір 30-ші жалпы орта білім беру мектебінің оқушысы Камал Мақсатбек, жетекші Байсейін Ильяс. Қолдау көрсетеміз әріптестер. Жеңістеріміз жемісті болсын әріптестер.
кемшіліксіз болуы мүмкін емес. Сондықтан ары қарай да болашақта республикалық деңгейде орын аламыз деген ниеттеміз. Жеңістеріңіз құтты